достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін Миланай және бүгінгі видеода влог болады. Бұл влог Назым екеумізді дегенде кепси жеп ноутбук көріп отырмыз. И сосын мен бір жерге кетемін, туысыммен әзірлейтін. Назым бар ма, оны ойланып көреді. Назым айтты. Ал чепс болыңыз ба істейді. Чепси жеп отырып ноутбук көріп отырмыз. Назар чепсиді. Назым қазір чүкіп түсіреді. Şimdi cep buldum. Yanlar cep buldu mu? Bir taraftan alçılar geçti. Yine kapkarak buldu. Ben cipsimde cep buldum. Özellikle Nazım barmayım diye battır. Ben barı gerek. Ben özüm жалғыз barım gelmeydi o жаққа. Назым istep жатыр. Ha de. Достар, маған осындай қатыға келген. Бүгін мамам дүттен ғой тәтем осындай үйге келген ғой. Бүгін осындай қатыға кепті. Мен Samsung тәтте бек. Достар, біз мектептен шықтық. Міне Ернар екеуміз шықтық. Назым бармайым деді. Ернармен бірге барайын дедім. Сол үшін 200 теңге алып алдық. Ернар 200 теңге алып. Мен 120 теңге жинағам. Мамам бізге 20-20-дан 200 теңге. Ана күшік күнде мен алдына күтіп алады. Мектепке бара жатсам да тағы бір күшік тұрады. Күнде күтіп алады осы күшік мені. Шол. Тағы бір кішкентай күшік көреді. Сол өте сүйкімді күшік прям. Күшік емес, тағы да бір күшік бар. Ана біздің бұрынғы күшігімізге ұқсайды екен, е? Иә. Шол. Жанына барсаң қашып келеді алсы. Күшіктер қорқады ғой. Шол. Пошел демес. Секіріп ойнақтап тұрған сүйкімді күшіктер. Күн шығып тұрған мен боран соғып тұр. Мұздап тұрмын мен ойнымызды. Жел кіріп кетті. Енді шарфын тағып алды. Осы үшін мұздамай келе жатыр. Мен мұздап кеттім. Уже мен басыма кепкада киіп алып сонда да мұздап жатырмын. Не бар, 200 теңгеміз құрталмай қалдық. Потому что магазин закрыт. Магазин жабық болып шықты, е. Қайтып бара жатырмыз. Ой, енді ары қарай айтылатын бар ғой. Сонша кетті магазин жаққа. Жабық болып қойған қараш. Келе жатырмыз әлі. Жетпедік. Енді мынандай әдемі жерде жүрміз. Бұлақта мұнияқта не бар деді ғой? Модельер. Наконец-то мұңғырғы жүріп әрен жеттік қой міне. Үйлерінің сыртарына кеп тұрмыз. Алыс енді бірақ ауылда тұрамыз, бірақ енді алыс жақта қарай тұрады. Біз ашылай жақта тұрамыз, олар қаратырық жақта тұрады. Тұр. Өзім ашам. Кір. Біз келдік. Балшықына қарлармен жүрсейші. Қазір оны айтады деп. Үйдегі жасатен бар шығар. Шашу ағам оларым. Дәрім сәжелерін үйіне жеттік. Олардың да екі қыз шашын тақып басып қалып тастапты. Енді біріншісі 1 жаста ма, екіншісі 1 жаста, ал екіншісі 4 жаста ма сондайда 3 жаста ма, білмеймін қанша жаста екен алып тастапты. Таңғып қаламай. Короче, жеттік қой наконец-то деп отырмыз. Неге шашыңды алып тастадың? Неге алдың? Неге алдың шашыңды? Арука? Келе қойшы. Бергеш Арука, сәлемді. Арука, сәлемді. Шашыңды неге алдың сен? Шашыңды неге алдың? Шақты соқ қой. Неге шашы қайтсайшы? Неге алдың да шаштеріңді? Құзған үшін. Ойбай. Кел. Тұра қой, тұр. Ақылды ғой осындай. Жүрміз. Қолыңды көтер. Көтер қолыңды. Тоқты. Короче, жүрміз біз іштен істеген жоқпыз. Телефон көріп. Қазір телефон зарядтап қойын. Жоқ, зарядтамайын. Телефонның зарядтасы көп әлі. Қанша десеңіздер 65. Өлтірейін ба сені? Заряд өле бер.
Мен өлтірсем, шынымен өлтірем, просто берге бер өлтірем. Берге бер қалсын дейм. Біз Айзер екеуміз магазинге шықтық. Ақшамызды алдық та, бұл цветный карандаштар и клей алады, ал мен әйтеуір жейтін нәрсе аламын. Осынан артық қалса, ол бір нәрсе аламын дейді. Магазинге бара жатырмыз сол үшін. Айзер әкемен келіп қойдым дейді. Күн жылып алып тұр, шешесі сен де суық бекен өсек. Күшті басың. Бірақ сен бағана ана жуынып шықтың, кие сал. Біресе шешкізіп. Бағана ана жуынып шықтың, сен кие сал. Қай жақта магазин екен білмеймін, Айзер көрсетеді. Кіреміз қазір. Бұл жерде ештеңе жоқ екен. Мен клеймен, клей бар, бірақ нормальный емес. Цветный карандаштар. Алтақтысы, оның қалай алады енді. Мен сол флинт ала салдым, мен дүнияларды тұрмай қалдым. Просто кіріп шықпайық дедік қой. Флинт қазір жейміз деп айта алмаймын. Мен енарға апару керек, енардың ақшасыға. Үйге жеттім. Біз үйде ақырын сөйлеп жатқан себебім екі қыз ұйықта қалып, Дарука мен Асыл. Қазір мен Ерасылдың тапсырмасын орындап қойдым. Ой өрнек салсын дейді, әйтеуір ұқсадым ба, кішкене жаман қылып салып жатырмын, себебі Ерасыл өзі салғандай болсын дедім. Вот. Үстіп, мына жаққа енді жасалу керек, екіншісін қазір мынаны қиямын. Қайшы міне. Вот. Олардың рабочий столдары. Просто мынау кішкене үстіне тұру керек, негізі іліп қою керек. Просто олардың бойы жетпеген соң астына қойып кішкене өседі ғой, өскеннен кейін бойлары үлкейген кезде ана жаққа іліп қояды. Сол үшін қазір мен соны жасап отырмын. Айзер екеуміз мына дастархан түсіріп жатырмыз. Дастархан деуге болмайды, ана қызыл кілем деуге болады ғой. Кең деген мына жер. Кең залдарында дастархан түсіртіп, қызыл кілем төсегендей түсіріп отырмыз. Шаң бакет етсе. Осыны түсіртіп отырмыз, енді Айзерені қараңыздар. Чат, они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут королева, я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил, кольцо с бриллиантом мне муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю вид и даже за деньги, да. Я подумаю, потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да, за деньги, да. Biz kешкі асымызды ішіп, ыдыстарды жуып, болып енді отырмыз телефон қарап. Міне біреу дәтіс менен дәтісілер. Енді мына жерді реттей салайық. Ана курткалардың жатқан түрлерін қара. Кешкі асымыз прямо дәмді болды айтсаңдар. Ашылы. Түсірінде ұмытып кетіппін. Сәлем де. Сәлем. Міне, телефон көрейін деп жатыр ол. YouTube қосып көремін. Машина. Қазір қосып беремін. Машина көйер надо. Сәлемемес. Машина распизей. Машина кеттік. Жүріңдер, біз қазір залға күшті ойнайын жатамыз. Біз қазір жерге төсек салып алайық. Бәріміз жерге жатамыз. Короче, біз бір күшті сағат 12-ге шейін. Короче, біз қазір сағат 12-1-ге шейін ойнаймыз. Залда бір күшті ойнаймыз деген. Қуаласпақ, тоғыласпақ бәрін ойнаймыз. Содан бірінші алдымен төсек салып айтса, сосын шаршап келіп жата саламыз. Бізге оңайырақ болады. Давай сендер, Ернар, Ерасыл. Екеуің үйді жинап шығасыңдар, біз Айзер екеуміз төсек саламыз. Ал мына телефон бұл қаншайым ғой, үйдің ештеңе істемейді, біздің Арука деген. Біз енді
қазақ лазымен нан жағып жейміз. Біз көп ойнап қырайық. Тығылмаш ойнадық, қол аспақ ойнадық. Бәрімен асық ойнадық. Енді шаршамыз, қарнымыз тошы. Ашқан соң енді бір шай ішеміз. Тек қана лазымен нан жейін деп тұрмыз. Ерасыл тойын көрді. Сәлем жаққа Ерасыл. Сәлем. Ол менің інім Ерасыл. Екеуі төбелескен жақсы көреді. Ал мынау қашады төбелескен, мынау төбелескен жақсы көреді. Екеуі сондай, короче. Ерасыл менен төбелескен жақсы көреді. Солай, қазір короче нан алып жатыр өздері. Мен қазір фотосессия жасап, үйлерімде кішкене сөйтіп алдым. Ыстықтап кеттім. Иә, бауырсақпен бола береді. Бола береді. Неге мынау қараңғы болып тұр? Не осындай? Жарқын. Ашты лазы. Мына сіздер жаққандар қайтадан. Мен өзі бірақ келіңші қазір көрсетемін. болды. Әриме бұл. Болды. Болды. Жарық болды. Бұған жаққа. Босат болайыз. Біздің лазы деп алысақ. Аспайын. Енді жатырмыз, давай алып жіберіңдер енді. Біз көрмейміз бұл. Сендер көресің, көрмеймін. Бүйтіп болды. Көп жемейміз, бітірмейміз. Короче, біз бір челлендж істеп жатырмыз. Слушай, челлендж. Ерасыл бірінші тұлып қалды, қатты ауыз ашып кеткен соң ішесіз қалды. Нара езірешеміз қалды. Соңында, короче, отқан адам сол үш адамды қақтықтап тұрып ұрады. Сондай, короче, біз сондай жатырмыз. Конечно, наконец-то есіз маған ұстады ғой, бағандан бері сол күттік біз. Сол қазір сол челленджі ойнап жатырмыз. Короче, тым болды. Жатамыз қазір 11 болды сағат. Енді жатамыз. Сол қазір мен енді соны түсіреді. Енді қазір сол видеоның бәрі монтаждам керек. Негізде бұл бүгін бізде қаншаншы? Бүгін числоға бізде 12 қаңтар. 12 қаңтар. Бұл енді 13 қаңтар болып салынады. Себебі сағат түнде 12-де салуым мүмкін. Түнде 12-де салуым видеолар. Сол үшін 13 қаңтар. Не 12 қаңтар түсті? 13 қаңтар салынады енді. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Ал ендеше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сапырса. Пока-пока. Пока.